Саламатсыздарбы? Бүгін бірінші сабақты бастаймыз. Алдымен Баян Аспанмен танысамыз. Баян аспабының құрылысымен танысайық. Баян аспабы оң жақ бөлік, сол жақ бөлік, ортасында мех орналасқан, оң жақ иық белдігі, сол жақ иық белдігі және жұмыс белдіктерден тұрады. Оң жақ бөлігінде оң жақ басқыштар, сол жақ баян аспабының сол жақ бөлігінде сол жақ басқыштар орналасқан. Баян аспабына отырудың ережесін түсіндірейін. Орындықтың шетіне дұрыстап ыңғайлы отырып аламыз. Баян аспабын алдымызға қойып, екі оң жақ иықты оң жақ қолымызға, сол жақ белдікті сол жақ қолымызға, жұмыс белдікке сол қолымызға киеміз. Оң аяғымызды тік еденге басып, тік қоямыз. Сол аяғымызды сәл ғана алға жылжытып орналастырамыз. Баян аспабының оң жақ грифті оң аяғымыздың үстіне, санның үстіне қойып, тіреп қоямыз. Баян аспабымыз жылжып кетпеу үшін. Баян аспабын меңгерудің әдіс тәсілін үйренеміз. Баян аспабының оң жақ клавиатурасын үйренеміз. Бас бармағымызды грифтің артына орналастырамыз. Қолымыз төменге қарай түскен сайын, қол бас бармағымыз грифтің артында жылжып отырады. Шынтағымызды көтеріп отырамыз, бүкпейміз, тіке ұстаймыз қолымызды. Өздеріңіз көріп отырғандай, 3 қатардан тұрады оң жақ басқышымыз. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар. Бірінші қатарға бірінші саусағымызды, үшінші қатарға үшінші саусағымызды, екінші қатарға екінші саусағымызды орналастырамыз. Әзірше ақ басқыштармен жұмыс істейміз. Қазір мен сіздерге до мажор гаммасын ойнап көрсетемін. Зейін қойып тыңдап алыңыздар.
Орыс халқы әні «Там за речкой».